Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге жаңа әңгіме айтып беретін боламын. Жомарт әңгімесі, ал бұның авторы Ермек Өтетілеуұлы. Ал ендеше бұл әңгіме өте қызық болады деген үміттемін. Соңына дейін видеоны көріңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Нұрландар кең шараға қаладан кеше ғана көшіп келген. Әлі ешкімді танымайды. Ол есік алдына ойыншықтарын шашып тастап, жеке өзі зерігіп отыр екен. Қасына бір бала келді. Бойы да, жасы да бұдан кішілеу. «Кел, атың кім?» деді оған Нұрлан үлкендік білдіріп. «Ержан, қайда тұрасың?» «Мына көрші үйде. Менімен ойнайсың ба?» «Ойнаймын». Нұрлан қасында жатқан ойыншық мәшинені кілтпен бұрап жерге қоя беріп еді, онысы зыта айналып жүгіре жөнелді. Одан соң Нұрлан қолында ойыншық автоматын алды да Ержанды көздеп дырылдатып ата бастады. Кәдімгі шын мылтық сияқты. Тарс-тұрс тақылдаған кезде ішінен қызыл шоқ жалт-жұлт етеді. Бұрын мұндайды көрмеген Ержан аузын ашып берсе, шыр айналған мәшинеге, біресе дырдыр атып тұрған автоматқа қарайды. Мұны байқаған Нұрлан оған «Қалай, жақсы ма?» деп одан сайын қызықтырып қояды. «Я!» деп басын изеді Ержан. «Қайсысы жақсы? Мәшине? Жоқ. Мылтық? Жоқ». Ержан қайсысын айтарын білмей қалды. «Онда екеуімен де сен ойнай тұр. Мен велосипед алып шығайын», деп қораға кіріп кетті. Ержан қуана ойыншықтарына бас салды. Осы кезде көрші тұратын тағы 2-3 бала келді. Бәрі таңқыр асып жаңа ойыншықтармен ойнауға кірісті. Нұрлан олардың алысқа ұзамай велосипед теуіп жүрді. Кішкентайлар кезекпен мәшине жүргізіп, автоматтан атысып кешке дейін ойнады. Нұрлан велосипедін қайта қораға апарып тастады. «Ойнап болдыңдар ма?» деді ол Ержанға. «Болдық», деді бір бала. «Ертең тағы келіңдер, ойнаймыз». «Келеміз», десіп кішкентайлар тараса бастады. Тек Ержан кеткісі келмейтіндей автомат мылтықты қолынан түсірмейді. Нұрлан сәл ойланып тұрды да: «Осы ойыншықты саған сыйладым. Үйге апарып ойна», деді мылтықты ұсынып. Ержан сенер-сенбесін білмей сәл дағдарып қалды да кенет үйіне қарай жүгіре жөнелді. Ақылды десе болар, сұрамай білгенді. Жомарт десе болар, сұрамай бергенді. Ал осымен біздің әңгімеміз аяқталды. Бұл әңгіме сіздерге өте қызық болды деп ойлаймын. Өзім де бұл әңгімені оқып, өзіме де әсер алып алдым. Ал Нұрланнан қандай жақсы қасиеттерді байқадыңыздар? Осы қасиеттерді комментарияға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Всем пока-пока!